Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бір эксперимент деп айтайын ба, бір түскі асқа өзімше пельмен жасадым, бірақ жай пельмен емес, буға піскен пельмен. Үйдегі дайын жеп тұрған еттен фарш жасап алдым, үстіне пияз қостым, бұрыш қостым, сөйтіп блендерден бұрғылап алдым. Одан кейін қамыр кәдімгі мантыға илетін қамырды иледім. Жасап алдым. Кәдімгі суға, жылы суға тұзды қосып, ұнды қосып, қамыр жасап алдым. Қамырымды 5-10 минутқа үстіп қойып қойдым. Содан кейін кәдімгідей пельменнің түйетін дөңгелектерін жасадым. Кешкі асқа көже пісіратын болғандықтан кейін сүйекті салып қойын деп шештім. Бірден қайнай берсін деп, сүйек ұзақ қайнайды ғой, сол үшін оны салып қойдым мантоварканың кастрюліне. Фильтрдағы суды құйдым, қайнағанын күттім, көбігін тазалап шықтым. Одан кейін ары қарай мантоварканың листегін қойып, майды жағып, сұйық май жақтым да, одан кейін әлгі пельмендерімді, вареники ма, білмеймін, соны салып шықтым. Сөйтіп міне уже 2 листик болды. Мен ойлаған бір 2-3 листик болады шығар деп, сөйтсе 4 листикке дейін жетіп кетті. 4-шісі толық толмады, бірақ енді 4 листикке пісірдім. 35 минутқа қойдым, 35 минуттан алып көрейінші дедім. Тестосы әлі пысқан, бірақ сондай пісіп тұрған жоқ сияқты көрінді өзіме. Одан кейін тағы да бір 10 минутқа қойдым. Осылай пісті. Квашеный капуста салып қойдым. Май жоқ болғаннан кейін майонез, өзім жақсы көретін при желании емес, махеевтің майонезі, лимонный, соны қолданам, маған сол жағады әйтеуір. Сөйтіп жедім, дәмді болды. Енді кішкене май жетіспегеннен манты сияқты болған жоқ, сочный болған жоқ дегенім ғой. Осыншама ыдыс-аяқ жудым, және жуу керек болды. Міне соның бәрін көрсетейін деп шештім. Мына бізде жаңағы сүйекті нержавейка кастрюльге салып қойдым. Өйткені алюминий кастрюльге пісірғанмен оның үстіне сақтауға болмайды. Сол үшін сүйекті ауыстырып қойдым, сорпаны сүзіп салып қойдым. Ол енді кешкі ужинға лагманы лапшаны қосып салам. Ыдыс-аяқты жуып қойдым. Сонымен өстіп, осындай түскі астың дайындалу процесі осындай болды. Видео ұнаса лайк басуды және астына комментарий жазуды ұмытпаңыздар.